10-шы дәріс тақырыбы: сөз қолдану мәдениеті, сөз сапасы. Сөз қолдану мәдениеті тілдік бірліктерді орынды, тиімді, нормалы, әдепті қолдану дағдысы. Бұл ойды дәл жеткізу, сөзді сұрыптап қолдану, стильдік бірізділік сақтау, қарым-қатынас жағдайына сәйкес сөйлеу. Сөз мәдениетінің негізгі мақсаты қоғамдағы тілдік қатынастың сапасын арттыру, дұрыс, әсерлі, түсінікті сөйлеуге үйрету. Сөз мәдениетінің қалыптасу алғышарттары. Сөз мәдениетінің дамуына ықпал еткен факторлар: қазақ шешендік өнері, жыраулар поэзиясы, ауыз әдебиеті дәстүрі, қазақ жазба тілінің қалыптасуы, Ахмет Байтұрсынұлы Жұбанов еңбектері, қазіргі коммуникация талаптары. Сөз мәдениеті тарихи негізге сүйенеді, әрі заман талабына сай үнемі дамып отырады.